Отписка көт адамдаран, енді сол үшін қолыңнан ештеме келмесе, сенде оларға керек емесін дейді. Бауырым, өтір нүктесін қойып жазшы. Тым түсінбедім. Отписка дейсің ба, отписка жасамақ түгіл одан әрі жоқ болып кетпейді. Неге сол адамдар? Біріншіден. Екіншіден қара, маған ешкім келіп сен қазақ үшін не істедің деп ренжи алмайды. Неге? Себебі қазір ақпараттық соғыстың заманы. Ақпараттық соғыста мен өзімнің ұлтымның, өзімнің халқымның намысын абыроймен қорғап жүрдім, абыроймен қорғаймын да ары қарай. Мен осы күнге дейін ұлтымның намысын аяққа таптатқан жоқпын ешкімге. Осыны біліңдер. Жарай ма? Анау келіп алып маған өткен тарихты неменеге айта бересің деген санасыздар бар ғой. Сол санасыздарға айтарым: ей, санасыздар, тыңдаңдар. Ақпараттық соғыстың кезінде мен тарихымды айтып, қазақтың күллі даласын шарлап, тарихи жерлерді көрсетіп жүрмін. Не үшін? Себебі, ей, казахи, кем вы были бы, если бы нас не было деп қазақтың төбесінен қарап, қазақты менсінбейтіндердің аузын жаптым. Осы қазақтың даласын шарлағаным үшін шарлауыма мен ешкімнен де бір тиын алғанда емеспін, бір тиын сұрағанда емеспін. Осыны біліп қойыңдар, я. Мен бұның ешқайсысын міндетсінбеймін. Неге? Себебі мен бұның барлығын ұлтымның абыройы үшін жасадым, ұлтым үшін жасадым. Мен қазағымның тарихы деп, анау қазақты менсінбейтіндердің бетіне баса білдім, қазақтың кім екенін айтып, халықтың көзін аша білдім. Мынау кезіндегі совет үкіметінің пропагандасына алданып қалған үлкен кішілеріміздің көзін ашып, шынымен де біздің тарихымыз осындай болған екен ғой деп, мен сол нәрсені ойландыра алдым. Жастарымыз, Counter-Strike'тан көз ашпаған жастарымызды мен қазақтың тарихына қызықтыра білдім. Осыны біліп қойыңдар. Маған талай жазады: бауырым, рахмет саған, балам, сенің арқаңда тарихты оқып жүр дейді. Әні маған келіп, ойбай, сен қазақ үшін не жасадың деп айтатындарға айтайын. Отписка жасайсыңдар ма? Одан әрі. Сөздің ақиқатын айттым. Зато сендер отписка жасағандарыңның арқасында менің парақшамда, сөздің ашығын айтайын, мені сыйлайтын, мені құрметтейтін, мен үшін уайымдайтын ағайындар ғана қалады. Мен оларға Алла разы болсын деймін. Мен әрқашанда қазағымның тарихы, қазағымның болашағы, қазағымның тілі деп шырылдадым. Қайсың конкретно ақпараттық соғыста дәл осылай беттеріңді ашып қойып, конкретно тойтарыс бере білдіңдер? Айтыңдаршы, ешқайсың. Отырып ап, әйтеуір фейк парақшадан жазасыңдар неше түрлі нәрсе. Отписка жасайсың ба? Ассалаумағалейкум, жолың болсын. Мен сенің көтіңе кірмейді екенмін. Аллаға шүкір, мені көтерген халық. Бірақ сен сияқты провокаторлар емес. Осы біліп қой. Мен провокаторлардың артынан жүріп, тентірегім келмейді, сөздің ашығы. Сонда сенің бүкіл ұлтың үшін жасаған дүниені бір қайдағы жоқ, қайдағы жоқ деп айтам, ал не істейсіңдер? Ал қайдағы жоқ Қаржаубай мен Талғар үшін осының бәрін жоққа шығарып тастау нағыз бізге тән қасиет қой, иә? Аман болыңдар.